Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен таңғы асқа бельгийский вафли дайындайтын боламыз. Ерекше жұмсақ және өте тез дайындалады. Көріп тұрғандарыңыздай үлбіреп, барни секілді ерекше болып шығатын болады. Ендеше кірісейік. Жұмыртқамыз бен шекерімізді миксерлейтін боламыз. Толық өлшемдерін описаниеге жазып қалдырдым. Сонан қарап алсаңыз болады. Егер сізде миксер болмаса, қолмен де араластыруға болады. Келесі ерітілген майымызды және сүт, қаймағымызды қосып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Енді қопсытқыш және ұнымызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Осылай қамырымыз біркелкі болуы тиіс. Ешқандай түйіршік қалмай біркелкі болғанша араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осындай сұйықтықта болады. Алдын ала қызып тұрған вафельницамызға дайын болған қамырымызды осылай құйып және 5-7 минут аралығында пісіретін боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі пісіруі мүмкін, сондықтан мұқият қадағалап отырыңыздар. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Үлбіреп, нежный, барный секілді болып шығады. Жасап көріңіздер, отбасыларыңыз және балаларыңыз қуанып қалатыны анық. Осылай дастарханға балмұздақпен немесе жидектермен, балмен ұсынсаңыз болады. Көріп тұрғандарыңыздай видеода суыған түрі ешқандай қатпайды, ортасы тығыз емес, үлбіреп тұрады. Алғаш жасағаннан дәміне ғашық қылатыны анық. Тағы да осындай ерекше жеңіл рецептерді көргіңіз келсе, каналыма жазылып, лайк баса кетіңіз. Каналымда тағы да басқа видеоларды қарап шықсаңыз болады. Видеом ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздермен күнделікті ерекше рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Жоғалтып алмаңыз.